Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынында. Әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не ақылдан, не шаруадан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдық көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ. Мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы. Сол уайым қайғысыздығыңнан құтыларлық орынды харекет табу керек. Һәм қылу керек. Әрбір орынды харекеттің өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және жаман кісінің қылығына күлсең, рахаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге өзіңде үнемі салынбассың. Және жақсы кісінің жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтық, өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орныменен іштен көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, босқа бір әдемішілік үшін күлетін баяма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жағымсыз қылықпенен қор етіп өткізеді де, таусылған күні бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі бір құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң қара жер де береді, құр тастамайды.